Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода өте дәмді жуа қосылған нанның рецептімен бөлісетін боламын. Бұл нанның жасалу жолы өте оңай. Бізге ең алдымен ұн қажет, су қажет. Су бөлме температурасында. Үстіне бір шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып, жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Бұл бізде қарапайым теста, тек қана су мен тозға илейтін боламыз. Өте жұмсақ, әдемі болып шығады. Бұл нанды сіздер көк жуа салып жасап көрсеңіз де болады, өте керемет болып шығады. Келесі кезекте біз 4 жуа алып, осылай ортасынан кесіп, жұқалап турап шығып, қызып тұрған майымызға 10 минут көлемінде жақсылап өлтіріп пісіріп алатын боламыз. Піскен соң оны суытуға алып қоямыз міндетті түрде. Мінекей бізде суып дайын болған жуамыз. Келесі біздің жаңағы қамырымызды жұқа етіп жайып, ішіне жаңағы біздің салмамызды, пияздарымызды салып шығатын боламыз. Осылайша қатты етіп ораймыз. Орап болған соң қолымызбен міндетті түрде осылайша қысып шығатын боламыз. Жаңағы біздің жуамыз шығып кетпеуі қажет. Осылайша орап, форма жасап, противенімізге салып, бетін жауып тұндырып қойып, содан соң қолымыздың көмегімен осылайша жайып шығатын боламыз. 200 градуста пісіріп аламыз. Пісу уақыты өте ұзақ, 25-30 минут көлемінде пісіп шығады. Дайын болған нанымызды мінекей қараңыздар, өте дәмді, ыстық, балаларға қатты ұнады. Сіздер жасап көріңіздер, ас болсын.